Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге сүзбелі рогалики дайындаймыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жұмсақ сары майға бөлме температурасына сүзбені салып осылай араластырамыз. Шанышқымен үстіне разрыхлитель ұнды салып, жұмсақ қамыр илеп, холодильникке жарты сағатқа салып аламыз. Егер де асығыс болсаңыз, бірден қамырды жая берсеңіз де болады. Осылай теңдей екі бөлікке бөлеміз. Әр бөлігінен 16 штуктан шығады. Сонда менде барлығы 32 штук рогалики шықты. Арасына кез келген салманы қалауынша салсаңыз болады, немесе салмай да жасасаңыз болады. Мінекей қамырдың ұшын кесіп, одан кейін мейізімізді салып, осылай тура видеода көрсетілгендей етіп ораймыз. Сонда әдемі болып оралады. Және де вареный сгущенка салып жасауға да болады. Мен три желанияның сгущенкасын салып жасадым. Бұл термостойкий, яғни пісу барысында ағып кетпейді. Немесе Алексеевский деген бар, соны салсаңыздар да болады. Бетін қантқа аунатамыз, одан кейін противеньге орналастырып, алдын ала қыздырылған пеште сарғайғанша пісіреміз. Қатты қызартпаңыздар, өйткені қатты болып қалады. Мінекей қараңыздар, арасы слоеный болып шықты, өте дәмді болып шығады. Егер де рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз.